Кореяға қалай барсақ болады? Бірінші кезекте деп бастаймын осында. Аньхасео деп қоямын. Өзімше мен мысалында 5 күн қалған кезде билет ала салдым ұшуға. Бүйтіп арттарыңызға бүйтіп қарап қойыңыздар. Оның көбісі подвалға кетіп қалып жатыр. Мынаяқтан деп бір бөле өтеді. Сәлем деп ше. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Бүгін көңіл күй өте керемет. Бүгінгі даладағы ауа райы да өте керемет болып тұр. Өзім көңілмен шығып тұр. Корея бүгін жаңбырлы. Жалпы осы жаққа келгеннен бері көп жаңбыр көрген жоқ едім мен. Бірақ енді қазіргі кездегі көрініс деген айта алмаймын. Біздің Қазақстандікінде жай ғана кел үстіңнен келіп нөсерлеп жауын жауа салмайды бұл жақта. Бұл жақта 1-2 күн бұрын алдын келеді жаймен. Кішкене себелеп қояды. Жауайын ба, жаумайын ба деп ойлана ма білмеймін. Одан кейін барып жауады. Жана адамдардың барлық зонтиктерін алып дайындалып бастайды ғой, вот сол кезде жауады ғой жаңбыр. Кәдімгідей күттіреді да, бұл кәдімгідей бір-бірін сезінеді. Енді бұл жер негізі менің үйімнің жанына өте жақын. Үнемі демесем де жиі келіп, осы жаққа келіп алдында ойланатынмын. Осы жаққа келіп қандай бір видео түсірсем болады деп. Мінекей Алла бүгін сәтін салып, осы влогтың осы бөлімін осы жерде түсіруді бұйырыпты. Ендеше біз бастаймыз деп квенчиктер сияқты. Әрине оның бәрі әңгіме үшін айтылды. Жалпы бүгінгі влогтың нақты мақсаты, маған дайректке көп жазып жатыр. Кета бұрын тапсырып өте алмай қалғандар, кетаны тапсырмай өте алмай қалғандар қалай өтуге болады? Жалпы Кореяға қалай бардың, сол информацияларыңды айтшы дейді да маған. Енді сол информациямен сіздермен бөлісейін, жақсылап видеоны соңына дейін тыңдаңыздар, қараңыздар, сіздерге міндетті түрде керекті информациялар айтылатын болады. Ал ендеше мен бастадым. Кореяға ең бірінші келетін болсаңыз, бірінші кета деген нәрсені толтырасыз. Кета деген нәрсені бірінші YouTube'қа кіріп, не екенін информациясын біліп алыңыз. Мен сізге бұл видеода айта алмаймын, ол ұзақ уақыт алады. Сол себепті сол нәрсені білгеннен кейін кетаға заявка тастайсыз. Ол заявкаңыз егерде қабылданатын болса, сіз 50% Кореяға өттіңіз деген сөз, 100% емес. Одан кейін, егерде сіздің берген заявкаңыз, тастаған заявкаңыз қабылданбайтын болса, онда өкінішке қарай 1-2 аптадан кейін, 1 айдан кейін тағы да тастап көріңіз. Мүмкін өтіп кетерсіз. Ол жағына мен нақты айта алмаймын. Екінші, қалтаңызда ақшаңыз дайын тұрса, бірден барып билет аласыз. Бірақ сіздерге лайфхак айтайын. Ұзақ мерзімге алдын ала алып алатын болсаңыз, ол жерде сіз не ұтасыз? Сіз ақшасынан ұтасыз. Ол жерде дайындалып та үлгересіз. Ал егерде бір қысқа мерзімде алатын болсаңыз, дайындығыңыз да онша болмайды, және де ақша жағынан кішкене қымбатыраққа түсесіз. Мен өзім бұл Кореяға келгеніме 2 ай әлі болған жоқ. Соңғы келіп кіргендердің қатарынанмын деп айтсам да болады. Өйткені қазір кедендік бақылаудан өткендердің саны аз. Көбісі подвалға кетіп, елге қарай қайтып жатыр деп естіп жатырмын, көріп жатырмын. Кетамның рұқсатын алып алғаннан кейін бірден бардым да, мен ертесіне барып, билетімне орынды жанында бронь жасап қойдым. Сөйтіп ертесіне барып, билетімді сатып алдым. Және де менің сатып алған күнім 25 сәуір болды. 25 сәуір күні барып сатып алдым билетті. Осы Кореяға келетін уақытым 1 майға түсті. Ол дегеніңіз 5 күн ғана уақытым болды дайындалуға. Шынымды айтсам, мен үйтіп емтиханға дайындалмағам өмірімде. Енді по-любому дайындалу керек қой, енді сонша билеттің ақшасы күйіп кетеді деген сияқты. Бұл жаққа ешкім ерігіп келмейді әрине. Сол себепті мен өте қатты дайындалдым. Алла тағала да айтады ғой, әрекетіңе берекет деп әрекетімді жақсы жасадым. Нәтижесінде осындай қуанышты хабармен сіздермен бүгін өйстіп влог түсіріп жатырмын, дұрыс па? Билетімді сатып алдым. Билетімді сатып алғаннан кейін қатты дайындалдым. YouTube'дан іздедім, интернеттен іздедім, көп информация жинадым. Егерде сол дайындалған үлгілері, қандай видео көрдіңіз, қандай сұрақтар келеді деп өзіңізде сауал болған болса, онда маған астында Telegram каналын тастап кетем. Сол Telegram каналға жазылып алсаңыз, сол Telegram каналда қандай сұрақтар болады, қандай киіммен бару керек деген сияқты информацияларды айтатын боламын. Содан кейін енді кетаға рұқсатымды алып алдым, 50% өттім. Одан кейін билетімді алдым, 5 күн дайындалдым. Сөйттім да бірінші менікі енді пересадка болды. Жалпы өзім Тараз қаласынан билет алдым. Өзім Жамбыл облысының тумасымын ғой.
Сөйттім да Чимкентке қарай жол жүрдім. Чимкентке таксимен барып, Чимкентте кешкі сағат 10:30 кезінде Алматыға қарай отырдық. Алматыдан түсіп, одан кейін тағы бір жарым сағаттай күтіп, түнгі 1:30 кезінде Кореяға қарай ұштық. Сөйтіп таңғы 10:30-да опозданиемен келдік. Келгеннен кейінгі қызықтар мен мүлде ойламаған нәрселер болды. Су болып кетті ғой. Осыны бір бағалап, бір комментарий жазып, лайкын басып, достарына таратып, бір подписка жасап кетсе ғой каналға, шіркін айым да. Мен шынымды айтсам, өзімнің дайындалмаған сұрақтарым келді. Дайындалған сұрақтарым бірең сараңы болды. Сіз ойлап қалмаңыз, дайындалған сұрақтар бәрі келмейді, неғылам дайындалып деп. Жоқ, олай емес. Мен сізге айтарым, егер сіз дайындалатын болсаңыз, ішінен бір болмаса да бір сөзін естіп ұғып қалсаңыз, сол бір сөзге ответ бергеннің өзі сізге плюс болып жазылады. Ал егер де дымды білмей тұрсаңыз, ол жерде сізді мүмкін подвалға. Сол себепті мен сіздерге айтарым, жақсылап дайындалып келіңіздер. Аэропорттан түстік, жүректеген дүрсілдеп тұр. Негізі шынымды айтсам, бар ойым менің бір Кореяға өту емес, анашымды көру болды да мақсатым. Енді ойласаңыз, 5 жыл көрмегенмін ғой. Сонымен не керек? Келдім, кірсем, елдің бәрі бір жерге жиналып жатыр. Сонымен түсінбедім. Сол QR код екен. QR кодты тексертіп, жаңағындай телефонмен интернет ұстамайды. Wi-Fi-не кірсек, Wi-Fi-лары тартпайды. Сонымен әйтір үйтіп адамдардан сұрастырып, QR кодымды толтырып, әрең дегенде сол жерден өттік. Кедендік бақылаудың өзіне келдік. Жаңағындай документтеріміздің бәрін тексеріп, сол жерден қабылдайтын кісілер отты. Бір әйел кісінің алдына түстім. Қолыңды отпечатка алатын жерге қой деді. Қойдым саусағымды. Сөйтіп ем, бір қызыл бір дыз деп бір бәле шықты. Нақты түсінбей қалдым өзімде. Сөйтті да, маған документтерін қайтадан берді да, қолмен көрсетіп, ар жаққа барыңыз деді маған. Өлі подвалға кетіп баратырмын ба деп қоям, бір ойым ішімнен жүректеген дұрыс. Сонымен көңіл күй деген шамалы түсіп кеткен. Сонымен өзіме сеніп тұрмын, жоқ ондай емес шығар дедім. Сонымен ар жаққа бардым, сөйтсем карантиндік режимге жататын адамдарды ары қарай жіберіп жатыр екен. Вакциналары дұрыс емес, болмаса бір вакцинасы мысалында бұл жаққа шетелге шығу үшін, именно Кореяға келу үшін Pfizer деген вакцина екен. Жарты сағаттай тұрып, одан кейін шақыртты. Бір ер жігітке түстім. Ол жігіт сұрақтарын қойды. Қызық болды ғой. Документтерімді беріп, бетіне қарап тұрдым. Сөйтіп ем, ана жігіт бір сұрақ қойды кәрісше. Түсінбей қалдым мен. Сөйттім да, бір ағылшын тілін бір 5-ке оқыған адам ұқсап, do you speak English дегенсің ғой. Сонан ана жігіт деді да, бүйтіп отты. Ойладым мен ағылшынша білмейін шығар, может переводчик шақырама деп. Орысшасы түсіп қалса екен деп отырмын. Bir кезде ана жігіт тұрып, бір бәле деп бір ағылшынша сөйлеп кетті. Ойбай өзім түсінбей қалып, бүйтіп басымды бүйтіп кіргіздім да, what дедім. Сөйтіп ана жігіт қайттан сұрағын қойды. Ішінде жаңағындай бір тикет деген сөздерін естіп қалдым. Оның сұрап тұрған сұрағын мен алдында оқып, естіп, сөйтіп жүрдім да. Сөйтсем ол менен қайтарға билетің бар ма деп сұрапты. Yes деп қоям. Біраз сұрақ сұрады менен. Сөйтіп біраз сол жерде болдым. Ал именно осыны сұрақты айтпай өтіп баратқан қараш дейтін жандарға астына тастап кетемін Telegram каналда. Сол Telegram каналға кіріп, қарап отсаңыздар, мен барлық сұрақтарды, видеоларды барлығын жіберетін болам. Міндетті түрде. Қолыма документімді ұстатты, сонымен төрлетіңіз деп, welcome to Korea деді ғой, короче. Иншалла келем деген жандар өтіп кетіңіздер аман есен, абыроймен, және де дайындалыңыздар. Бағана айтқандай сенім керек. Адам өз-өзіне сену керек. Сенбесе, ол ешқандай нәрсе болмайды. Өз-өздеріңіз тастамаңыздар никогда. Bir сұраққа дұрыс жауап бермей тұрсаңыздар, өз-өздеріңізге сенімсіз болмаңыздар. Қанша дұрыс емес жауап берсеңіз де, бір өзіңіздің ойыңызды жеткізіңіздер. Түсінікті ғой, я? Түсінікті болса, мен кеттім. Жаңбыр жауып кетейін деп тұр.